Пиваның құрамы жай ғана емес, оның құрамында фитоэстроген деген әйелдік гормон бар. Ол мысалы еркектің бойында да, әйелдің бойында да тестостерон да бар, фитоэстроген, прогестерон да бар. Менде мысалы менің организмімде тестостерон көп болғандықтан мен еркекпін. Ер адаммын. Әйел адамдыкінде прогестерон көп болғасын ол әйел. Ал енді мысалы ер адам пиваны іше берсе, ол ақырын тола бастайды. Организмінде фитоэстроген көбейе бастайды. Ақырын біраз уақыттан кейін тестостероннан асып, мына тестостеронның кімін подавливать етеді. Оны қызметін төмендете бастайды. Әйелге ұқсай бастайды. Сол кезде онда импотенция, еркектік қасиет айырылады, ұрпақ бере алмайтын болады, артынан жыныстық қатынастан толық қалады, өз түрі де әйелге ұқсайтын болады, ұрсысқақ болады, жанжал қой болады, шапшаң болады, анау болады, мынау болады, кәдімгі әйел болып шығады. Ал әйел адамның басында бой қатты қызып, зинаға құмар болады. Себебі анау фитоэстроген пива ішкен әйелдердің әртүрлі еркекке жақындасқысы келіп тұрады. Бойы қызып тұрады. Себебі гормон бар бойда. Гормондағы ол себебі оның организмінде өзі организм вырабатывать етіп, ана прогестерон шығарып тұрады. Енді ол пива ішкен кезде мынау организм біріншіден оны прогестеронден шығармайтын болады. Себебі сырттан келіп тұр ғой постоянно. Қажеттік жоқ, организмде бар. Біріншіден ол функциясы тоқтайды. Анып пиваны азайтып кеткен кезде өзгерістер пайда бола бастайды. Бірінші жыныстық қатынас қатты құмар болып еркек іздесе, артынан еркекке айналады өзі. Желкесі күжірейіп, иықтары кіметіп, организмде тестостерон көбейіп, әлгі прогестерон азайып, кәдімгі еркекке айналады. Артынан сақал мұрт өсе бастайды, анандай қылады, мынандай болады, түрлі желкесі күдірейіп өзгереді, кәдімгі еркекке ұқсас болады. Артынан бұл әйелдік қасиеттен айырылады. Сондықтан бұның бәрі көрдіңіз бе, харам нәрсенің айналып келгенде артында кесапат жатыр екен. Сондықтан Алла Тағала өзінің ненің жақсы, ненің пайдалы, ненің залалы екенін біледі. Сондықтан бізге мынау халал, мынау харам деді. Сонда ислам, шариғат бұл заңдар. Заңдардың жиынтығы, заң. Орындау керек оны.